Қайырлы күн, достар. Бүгін мен бір қамырдан, табаннан сосиска в тесте жасаймын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді, тұзымызды жақсылап қосып араластырып аламыз. Одан кейін жұмыртқамызды, кішкене қант қосамыз, сұйық май қосамыз және апараны қосамыз. Апараны ең алдымен жылы суға бір шай қасық қант, дрожжымызды салып 5 минутқа қойып қоямыз. Осылай көтерілу керек. Бұлардың бәрін жақсылап араластырып, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз өте керемет болып көтерілді. Енді табанымызға майымызды жағып, табанымызды салып қоямыз. 5-10 минутке көтеруге сап қоямыз. Ал енді сосиска тестемізге кірісеміз. Қолымызды жақсылап майлап аламыз. Қамырларымыздың бәрін бөлшек-бөлшекке бөліп аламыз, домалақтап. Одан кейін қамырымызды ұзынша тәріздес қылып, ұзын қылып аламыз да сосискамызға орап шығамыз. Мінекей сосиска тестеміздің бәрін дайындап қойдық. Бұны да 10-15 минутқа бетін жауып көтеруге қойып қоямыз. Табананымыз көтеріліп тұр. Қазір табананымыздың бетіне жұмыртқамыздың сарысын жағып шығамыз. Менде қолдың жұмыртқасы болғандықтан ағымен бірге араластырып жағып шығамын. Бір 30 минутқа печкеге 180-200 градуста мен пісіремін. Әркімнің өзінің печкасына байланысты. Мінекей сосиска тестемізде көтеріліп тұр. Бетіне жұмыртқамыздың сарысын жағып, печкамызда 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Мінекей сосиска тесте табананымызда пісті. Өте керемет болып шықты. Дәмі де керемет. Келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма жазылып алыңыздар. Бұдан да басқа видео рецепттермен бөлісемін. Сау болыңыздар, ас болсын.